Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып отырсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жұлдызай Талғатовна. Міндетті түрде сіздердің лайктарыңыз, комментарияларыңыз мен үшін маңызды. Ал кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мен қайда жұмыс жасаймын. Юрист мамандығы бойынша мен сотта жұмыс жасаймын. 3 жылдық опытым бар. Бас маман сот отырысының хатшысы болып жұмыс жасаймын. Бастапқы кездегі менің жұмыс орным Тараз қалалық соты болды. Ол азаматтардың істерді қарайтын сот. Ол жақтан мен 2 жылдық опыт алдым. Одан кейінгі менің 1 жылдық опытым Астана қалалық сотында жүріп жатыр. Азаматтық істер бойынша қарайтын сотта жұмыс жасаймын. Бас маман сот отырысының хатшысы болып істеймін. Бұл салада жүргеніме 3 жылдай уақыт болды. Осы 3 жылдың ішінде мен көп опыт алдым. Азаматтық істерді қарау мен үшін қызықты. Себебі сол мамандық бойынша оқығаннан кейін азаматтық істер маған көбірек қызықтырақ болады. Әр жыл сайын әртүрлі нәрсені үйреніп жатырмын. Тараз қалалық сотында жұмыс жасағаным мен үшін ең күшті опыт болды. Себебі ол жақтан көп нәрсе үйрендім. Ол жақтан үйреткен менің судьяларым, коллегаларым, руководством, төрағама көп рахмет айтамын. Себебі олардан үйренген нәрсемді қазір Астана қаласында тіке жүріп айта аламын. Тараз қаласында үйренген барлық практикам Астана қаласында жұмыс жасаған кезде көмектесті. Себебі екеуі де азаматтық істерді қарағаннан кейін маған больше оңайырақ болды. Бірақ разницасы бар Тараз қалалық соты мен Астана қалалық сотында. Разница ол Тараз қаласында жұмыс орны жоқ, бос орын. Астана қаласында бос орындар көп болғаннан кейін ол жақта сен үлгермей қалуың мүмкін. Яғни сен бір хатшыға 2 судьядан береді. Сол кезде сен ойыңды тіке айтпасаң, сен ештеңке білмесең, дұрыс жасай алмасаң, сені бүйтіп аппетит етті, короче, ешқандай нәрсеге үлгермей қаласың. Сол моментте сен өз құқығыңды білуің керексің. Мен осы жаққа келіп, өз мінезім шыққанын байқадым. Тіке сөйлеу, ойымды тіке айту, бір нәрсе десе сразу. Мен сол кезде өзімді байқадым. Вот менің юристік характерім мінеге шығып жатыр деген сияқты. Астана қаласы маған осындай нәрсені үйретті. Ал Тараз қаласы маған көбінесе сыпайылыққа, қонақжайлыққа, құжаттарды асықпай қарауға, сондай бір күшті бір практика болды мен үшін 2 жыл. Соттағы 3 жылдық практикаларым, яғни жұмыс қызмет уақытым күшті өтіп жатыр. Әлі күнге дейін жұмыс жасап жатырмын азаматтық істерді қарайтын сотта. Бұл сот маған әлі күнге дейін ұнайды. Одан әрі қарай даму үшін мен қазіргі таңда одан сайын көп білім алуға тырысып жатырмын. Яғни қазіргі таңда бұрын кішкене исктарға особо қатты қарай бермейдім. Қазір кәдімгідей қараймын, искпен танысамын, қалай болып жатыр, оған қалай біз запрос жіберіп жатырмыз, қалай біз решениені шығарамыз, судьялықтың жұмысын да бірден оқып көріп жатырмын. Бұл сот отырысының хатшысы тек қана бұл судьяға көмектесу, извещение жасау емес, өзіміз сонымен бірге практика алуға көмектеседі. Вообще сот отырысының хатшысы деген кім? Сот отырысының хатшысы бұл судьямен тығыз байланысты. Яғни сот отырысының хатшысы бұл АВФ-ті жүргізу, яғни процесс уақытына адамдарды шақыру, уақытын айту, осындай бізге иск келіп түскені туралы хабарландыру, олардың қатысуын қамтамасыз ету, олардың дауыстары, құжаттары бізге предоставлены еткенін барлығын біз қамтамасыз етеміз. Соны біз судьяға айтамыз. Судья процесс уақытында
өзі тараптармен сөйлеседі, қалған тыс уақытта ол сөйлесе алмайды. Сол себепті соны біз связь жасау үшін біз көмектесеміз. Осылай сіздерде болып жатыр, сіздер сот отырысына келулеріңіз керек, осындай құжатты бізге предоставить етуіңіз керек деген сияқты сондай нәрселерді біз қамтамасыз етеміз. Сот отырысының хатшысы бұл просто жай ғана естілуі мүмкін, бірақ сот отырысының хатшысы бұл ең маңызды атқаратын адам деп айта аламыз сот саласында. Судья сот отырысының хатшысыз жұмыс жасай алмайды, сот отырысының хатшысы судьясыз жұмыс жасай алмайды деген сияқты осындай бір тығыз байланыс бар. Сот отырысының хатшысы бола отырып, болашақта судья болуға деген ынта көбірек болып келе жатыр. Бұрын бастапқы кезде осы салаға келген кезде мен судья боламын деп никогда ойламайтынмын. никогда не говори деп айтушы еді. Тура сондай болып тұр. Постоянно айтатын, бірінші сотқа кірген кезде менің судьям болған, и сол судьям айтатын, судья болғың келе ма дейді. Сосын мен айтамын, деймін. Сондай болғанда менің ниетім судья болу деген вообще болған емес. Я не хочу андай больше ответственность көп та ол жақта. Но кейін біле келе, үйрене келе мен сол ответственностьті алғым келгенін түсіндім. И соған қарай келе жатырмын. Вообще судья болу ол 30 жастан басталады. 30 жастан кейін академияға түсуге болады. И 5 жылдық опытың болса тоже стажировкадан өтіп судьялыққа тест тапсырсаң болады. Мен жұмыс жасап жүріп что-то судья болғым келіп жатыр. Сол себепті қазір қатты тырысып жатырмын, оқып жатырмын, білім алып жатырмын, практика жасап жатырмын. Уже кішкене судьялардан анау қалай, мына қалай деген сияқты сондай нәрселерді сұрап жатырмын. Әрқашан даму, өсу ол біздің қолымызда. Мен осы Астана қаласында оқыдым. И Астана қаласында оқып бітіргеннен кейін бірден Таразға кетіп қалдым. Таразда жұмыс жасадым. Сосын Тараздан Астанаға келу мен үшін қатты арман болды. Астанаға барамын, мен Астанаға түсемін деген сияқты сондай армандарым болды. Астанаға барып жұмыс жасаймын деп. Міне, арман орындалды. Арман әрқашан орындалады. Сол себепті армандай беріңіздер деп айтқым келеді. Тақырыптан кішкене ауытқып кеттік, но все равно бұл шынымен орындалады. Егер сіз армандасаңыз, егер сіз осындай жерлерде мен жүргім келеді, жасағым келеді деп армандасаңыз, ол орындалар. Біздің ойымызға жайдан жай ондай ой келмейді, жайдан жай бір елестету келмейді, арман келмейді да. Ол сіз жасай алатын болғаннан кейін келеді. Мен сіздерге видео түсіріп отырмын. Бұрын мен кішкентай кезде армандағам. Видео түсіргім келеді, осылай сөйлегім келеді, айтқым келеді, мен историямды айтқым келеді деген сияқты сондай болған. Ал қазір мен сіздерге өзімнің историямды айтып видео түсіріп отырмын. Сондай бір күшті сезімде жүрмін. Күнде таңертең жүріп жүргеннен кейін білмеймін, бір атмосфера күшті, ұнайды. Неге мен осындай нәрселерді байқамағам деген сияқты нәрселер болып жатыр. Бір күшті сезім болып жатыр. Сол себепті барлықтарыңызға қайта айтқым келеді. Армандай беріңіздер. Андай көздеріңізге визуализация жасай беріңіздер. Сол кезде барлығы орындалады. Мен ерес мамандығы бойынша әлде жұмыс жасап жатырмын. Азаматтық істер бойынша сотта жұмыс жасаймын. 3 жылдық опытым бар, одан асып жатыр деген сияқты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Всем пока.